Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі дене шынықтыру пәні бойынша сабағымыздың тақырыбы волейбол ойыны, жарыс ережесі. Жарысымыздың мақсаты денсаулықты нығайту, қозғалыс тірегін және тұлғаның үйлесімді дамуын қалыптастыру, волейбол ойынының қыр-сырын меңгерту. Орнымыздан тұрып, жалпы дамыту жаттығуларын бастаймыз. Дененің құрысын жазған соң, негізгі кешенге кірісеміз. Сол қолды жоғары көтереміз. Оң қолды артқа қарай жіберіп, аяқ ұшына тұрамыз. Кейін оң қолды алға көтереміз. Сол қолды артқа қарай жіберіп, аяқ ұшына тұрамыз. Кеудені жерден көтереміз. Қолдарды жазып, дем аламыз, бүгіп, дем шығарамыз. Тізелері бүгілген аяқтарды кезектеп көтереміз. Оң тізені сол шынтаққа, сол тізені оң шынтаққа. Оң аяқтың созылған сол қолдың саусақтарына, сол аяқтың созылған оң қолдың саусақтарына сермеулерді орындаймыз. Оң аяқ жаққа ұмтылып, денемен оң жаққа қарай, одан кейін сол аяқ жаққа ұмтылып, денемен сол жаққа қарай бұрыламыз. Ұйымдастырушылар жарыстың өтетін уақытын, орнын хабарлайды. Мысалы айтқанда, желтоқсан айының 14 күні мектеп спорт залында өтеді және ескертеді. Тәртіп бұзған ойыншы не жанкүйер болған жағдайда сол команда біріншіліктен босатылады. Волейбол ойынының ережелері. Волейбол ойыны аумағы 9-18 метр алаңда өткізіледі. Ортаңғы сызық алаңда 2-ге бөліп тұрады. Ортаңғы сызықтың үстінде 2 бағана керілген. Волейбол торы орнатылады. Жасөспірім ер балаларға арналған тордың биіктігі 2-20 см, қыздар үшін 2-10 см болады. Ойынға әрқайсысына 6 ойыншыдан болады. Ойынға диаметрі 65-68 см, салмағы 250 граммдық доп пайдаланылады. Бір команданың ойыншылары 3-тен артық қол тигізуіне болмайды. Бір ойыншы допқа 2 рет қол тигізуі рұқсат етілмейді. Ойын барысында доп қай алаңға түссе, сол команда осы жолы ұпайдан ұтылған болып есептелінеді. Ал енді жарысымыздың барысына көшейік. Алаңда әр командадан 6 ойыншы ойнайды. Жеребе арқылы 2 топқа бөлінеді. Әр топтың ойындары айналмалы жүйеде өткізіледі. Әр топтың бірінші орын иеленгендері ақтық сайыста бірінші, екінші орынды анықтайды. Ал әр топтың екінші орынды иеленгендері үшінші, төртінші орынды анықтайды. Сендердің назарларыңа ұсынып отқанымыз волейбол ойынның хаттамасы. 14 желтоқсан 2019 жылы өтілген. Команда аттары жазылады, партия ұпайлары жазылады. Жалпы сан команда жеңіске жеткендігі төреші мен хатшының қолы қойылады. Ал енді бүгінгі сабағымыздың сендерге қойылатын тапсырмасы. Волейбол ойында төреші қандай ескертпелерді қолданады? Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.